Сәлеметсіздер ме? Мен Жұмабекова Ұлбосын Ерғабылқызы 1998 жылдан бері Қызылорда қаласындағы Әбу-Құдабаев атындағы нөмірі 197 қазақ орта мектебінде қызмет атқарып келемін. Қазіргі таңда көркемеңбек, кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәнінің жоғары білімді, тәжірибелі мұғалімімін. Мен сіздермен көркемеңбек сабақтарында оқушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру тақырыбындағы педагогикалық озық тәжірибемен бөлісемін. Мақсатым сыныптан тыс уақытта оқушылардың зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру тәжірибесін талдау, зерттеу жұмыстарын ұйымдастырушы мұғалімдер мен оқушыларға әдістемелік көмек көрсету. Зерттеу қызметінің тиімділігі: естігенімді ұмытамын, көргенімді есте сақтаймын, өз істегенімді меңгеремін деп Конфуций айтқандай, көзбен көріп, құлақпен естіп, есте сақтай отырып, оқушыны ізденіске, іскерлік пен танымдық ынтаға, шығармашылық қабілетті жетілдіруге, тапқырлыққа, жаңа ғылыми ізденіске жетелейді. Зерттеу жұмыстары оқушылардың жеке, жұптық немесе топтық зерттеу жұмыстары бойынша жүзеге асады. Дарынды оқушылардың ізденушілік қасиеттерін қалыптастыру зерттеуде оқытудың түрлі формалары мен әдістері арқылы жүзеге асады. Солардың ішіндегі ең тиімдісі біздің елімізде соңғы уақытта оқушылардың ізденісін республикалық, сондай-ақ халықаралық деңгейде көрсетіп жүрген ғылыми жоба және шығармашылық жобалар жарыстары. Ал шығармашылық жоба әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен орындайтын өзіндік жұмысы, басқаша айтқанда көркемеңбек пәні бойынша жүргізілген шығармашылық жұмыс. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. Осы орайда дарынды оқушылардың шығармашылық ізденісінен туындаған тың жұмыстарынан көрме ұйымдастырып, оларды марапаттап, қанаттандырып отырамын. Талантты, дарынды оқушым Кенішбаева Анардың жеке шығармашылық көрмесі басқа да оқушылардың қызығушылығын арттыра білді. Анар биылғы оқу жылында бояулар құпиясы байқауының қалалық кезеңінен 2-ші орын иеленді. Мен оқушыларға сапалы білім беріп қана қоймай, оларды қолөнеріне және зерттеу жұмыстарына үйретіп, болашағына кәсіби бағыт-бағдар берудемін. Және де өз сабақтарым мен тәрбиелік іс-шараларымда түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланып, оқушы қызығушылығын арттырып отырамын. Оқушылардың жоба тәсілдері бойынша жұмыстарды ұйымдастыру барысында мен оқушылардың жекелеген оқыту түрлерін ғана емес, сондай-ақ топтық жұмыс түрлерін де қолданамын. Топтық жұмыс оқушыларды іскери бағытпен, қарым-қатынаспен, сыныптастарын жақсы қырынан тану, өзін солармен салыстыру, өзіндік бағалау шеңберін ұлғайту жағымен қызықтырады. Өзімдің көп жылдық ұстаздық тәжірибеме сүйене отырып, сабақ мазмұны неғұрлым оқушылардың көңілінен шықса, соғұрлым даралық танытуға мүмкіндік туып, шығармашылық қабілеттерін танытуға да мүмкіндік алатынын айтар едім. Тер төгіп үйреткен сапалы білім мен саналы тәрбиесінің арқасында менің оқушыларым қалалық, облыстық, республикалық деңгейдегі түрлі байқаулар мен ғылыми жоба, шығармашылық жоба жарыстарында жүлделі орындарға ие болып келеді. 2019-2020 оқу жылында Зерде республикалық ғылыми жоба байқауында оқушым Әніс Шыңғыс қалалық, облыстық кезеңдерден 1-ші орын, республикалық кезеңнен 2-ші және Дарын эко-арт, сурет және көркем қолөнер көрмесінен металды көркем өңдеу номинациясы бойынша облыстық кезеңнен 1-ші орын, республикалық кезеңнен 2-ші орынға ие болды. 2022 жылы менің отаныма менің бастамам республикалық шығармашылық жобалар байқауының қалалық кезеңінде Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша Қайырбек Мерей 2-ші орын, жаңғырту полюсі номинациясы бойынша Қуандық Динара 2-ші орынға ие болды. Мен сонымен қатар оқушыларымды мектеп қабырғасынан өздері ұнататын кәсіппен айналысып табыс табуына да ықпал жасаудамын. Оқушым Серікбай Балжан «Мамандықтар әлемін ашамыз» республикалық форумының «Менің кәсібім, менің бизнесім» номинациясы бойынша қалалық кезеңнен 1-ші орын, облыстық кезеңнен 2-ші орынға ие болды. Менің осы еңбектерім ескеріліп, лайықты марапаттарға ұсынылып келемін. Атап айтқанда, қалалық білім бөлімінің, облыстық білім басқармасының, Қызылорда қаласы әкімдігінің құрмет грамоталарымен, білім және ғылым министрлігінің алғысымен марапатталдым және мектептің үздік ұстаздар тақтасына іліндім. 2023 жылы 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай ұйымдастырылған аналар форумында облыс әкімінің алғысымен марапатталдым. Шәкірт жүрегінен орын алып, олардың болашағына жарқын жол салуда аянбай еткен еңбегім осылай жемісті бола бермек. Назарларыңызға рахмет.